Сәлем достар, сіздермен бірге Шынар Тілеуімбердина. Бүгінгі видеода 3D жұлдызшаларын бірге құрап шығатын боламыз. Оған менің дайындаған маталарымның реті осы. Түс үйлесімділігіне қарай ақшыл түсті ортасына келтіріп, қалғанын екі шетіне келтіретін боламын. Керекті детальды жоғарыдағы ссылкаға өтіп, немесе описаниядағы ссылкаға өтіп, сызып дайындап алсаңыздар болады. Қажетті детальдерімізді қалдықсыз пішу мақсатында ең алдымен осы детальдің жалпақтығын қойып, жолақ сызып алатын боламыз. Сол жолақ бойына деталімізді сыйдырып, тағы да сызып аламыз. Достар, барлығы түсінікті болу үшін видеоны үзбей қарап шығуға кеңес беремін. Өйткені бастапқыда сіздерге асықпай, кейін қайталанатын жерлерін айландырып отыратын боламын. Онда міне бірінші деталімізді сызып алдық. Енді қазір әдемілеп қиып шығатын боламыз. Дәл осылай өздеріңізге керекті өлшемде мөлшермен көп детальдеріңізді осылай қиып дайындап алсаңыздар болады. Достар, менің жасап жатқан жұмысым ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп, жаңа туындыларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып, өз достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыздар. Сонымен біздің бірінші деталіміз дайын болды. Екі басынан екі кішкентай ғана қалдық қалатын болады. Мінекей біздің екінші деталіміз. Дәл жаңағындай жалпақтығымен өлшеп алып, жолақты ең алдымен сызып аламыз. Кейін дайындап алған екінші деталіміздің қағаз жабыстырған бетін жоғары қаратып сызамыз. Өйткені екі түс бірін-біріне зеркальный түсу керек болады. Сол үшін бірінші түс матаға ақ бет жағын жоғары қаратып сызамыз. Екінші көк түске біз керісінше ақ бет жағын төмен қаратып сызатын боламыз. Мінекей. Сондықтан видеоға мұқият болыңыздар. Мінекей, достар, сонымен екінші деталіміз де дайын болды. Енді дәл осы деталімізге зеркальный түсу үшін мына деталіміздің енді ақ бетін төмен қаратып, көк жағын үстіне қаратып, үшінші деталімізді дайындап аламыз. Сонымен біздің үшінші деталіміз де дайын болды. Енді жұлдызшамызды бір қабат құрап шығайық. Мінекей.
жай ғана үшбұрыштардың көмегімен едәуір үлкен дүние шығаруға болады достар. Сондықтан алдағы уақытта менің тағы да осындай әдемі туындыларымды жіберіп алмау үшін арнама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, лайк басуға ұмытпаңыздар. Құрағымыздың тігу техникасына өтпес бұрын жаңағы ескеретін жағдайларды көрсетіп кеткім келіп тұр. Мінекей екі түсті мата, дәл осылай зеркальный түсу үшін матаның теріс жағынан сызамыз ғой. Сол кезде мінекей екінші деталіміздің ақ бетін үстіне қаратып піштік, дұрыс па? Енді дәл осыған зеркальный түсу үшін мұны көк түске керісінше жаңағы деталіміздің көк түсін қойып пішкенде ғана осындай зеркальный түсетін болады. Детальдерді қалдықсыз дайындау техникасы сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Онда қосу тігу жолына өтейік. Дәл осы екі кішкентай үшбұрышымызды бетпе-бет бір-біріне қойып, бас жағынан мына ақ түске қосылатын жерінен 5 мм қалдырып тігіп шығамыз барлығын. Мінекей. Осы екі түсті үшбұрышымызды бір-біріне қосып, кейін ромбқа қосқан кезде тегіс түсу үшін осы 5 мм жеткізбей тігетін боламыз. Жалпы тігістеріміз тегіс түсу үшін мына табан мен иненің арасы бізде 0,7 см. Табанды матамыздың дәл шетіне келтіріп отырамыз. Мінекей. Сонымен тігеміз. Мінекей тігіп алған бір деталімді сіздерге жақынырақ көрсетіп жіберейін. Мінекей. Жоғары жағына 5 мм барлық детальдерді қосқан кезде қалдырып тіксеңіздер, ромбқа қосқан кезде ол тегіс жататын болады. Жалпы 3D құрақтары аса дәлдікті қажет етеді, сондықтан детальдерді дайындаған кезде де аса мұқият болыңыздар, және тіккен кезде де біріне бірі бетпе-бет түсіп отырса, құрақтарыңыз өте әдемі шығатын болады. Детальдарымызды қосып алдық. Енді үшінші детальға қосатын боламыз. Негізгі деталімізге мінекей. Дәл осылай қазір қосу жолын көрсететін боламын. Алдымен сізге қайсысы ыңғайлы, соны қосып алыңыз. Ақшыл түстегі ромбпен мына көк түстегі үшбұрышты қосатын боламын. Ол үшін екі детальдің бұрыштарын беттестіріп қоямыз да, сол жаңағы 5 мм қалдырып тігетін боламыз. Мінекей. Мінекей. Қазір жақынырақ көрсетейін. Міне. Дәл осыны екінші бұрышына жасыл жағына қарай қойып, көкті кішкене ортасына қарай тартамыз. Және тура жаңағы 5 мм қалдырып тіккен бұрыштан бастап тігетін боламыз. Мінекей осы тұстан бастап тігіп өтеміз қазір ұзын тігіспен. Мінекей дайын болған тігістерімді бір көрсетейін. Қараңыздаршы, мына ешқандай жиырылмай теп-тегіс болып түсіп отыратын болады. Кейін үтіктеген кезде тігістерді қақ жарып үтіктеп шығамыз. Дәл қазір дәл осылай барлық бұрыштарды осылай тігіп шығатын боламыз. Мінекей.
Мінекей құрағымыздың бірінші бөлшегін тігіп алдық. Барлығын дәл осындай құрап шығып, артынан бірін-біріне қосатын боламыз. Достар, менің жасап жатқан жұмысым ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуға және өз достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыздар. Негізгі 3D жұлдызшамызды шығару үшін дәл осындай 4 бөлшек керек болады. Кеттік, онда құрап шығайық. Дайын болған бөлшектеріміздің артық жіптерін қиып, тігістерін қақ жарып, ішкі жағынан әдемілеп бір басып түктеп алатын боламыз. Бұрыштарын тегістеп қиюға асықпаңыз. Дәл осы тұрысымен төртеуін бір-біріне әдемілеп қосып алатын боламыз. Енді дайын болған осы 4 бөлшегімізді өзара қосып алатын боламыз. Бірін-біріне бетпе-бет дәлме-дәл қойып, инемен түйреп тіксеңіздер де болады. Мен мүлдем қолданбайды екенмін инені. Өзара қосып алғаннан кейін барып артық бұрыштарын қиып тастайтын боламыз. Мінекей екіншісін қостық. Бөлшектерді бір-біріне қосқанда өте мұқият болыңыздар. Қосатын детальдеріңіз бір-біріне бет-бет дәлме-дәл түскенде ол өте түзу шығатын болады. Сондықтан аса мұқият болыңыздар. Мінекей, сонымен біздің 3D жұлдызшамыз дайын болды. Артық бұрыштарын, жіптерді қиямыз және үтікпен әдемілеп бір басып алатын боламыз. Тігістердің барлығын қақ жарып үтіктеген абзал. Мінекей, сонымен біздің 3D жұлдызшамыз дайын болды. Және достар, маңызды ақпаратпен бөлісе отырайын. Дәл осы 4 бұрышты көмегімен 3 түрлі тәсілмен жинауға болады. Ең алғашқысы мінекей, көз алдарыңызда жұлдызша, және қазір мына бағытта жинасаңыздар гүл сияқты болып көрінеді, е? Енді бізде үшінші тәсіл, ол жоғары шығатын саты сияқты көлеңкесімен көрініп тұрған сияқты болады. Қараңыздар, қандай керемет көрініс. Әзірге менде осы 3 вариант. Сіздерде де қандай да бір идея туындаған болса, осы бөлшектермен қою әдісімен комментарийда бөлісе отырыңыздар. Жалпы достар, үлкен көрпеше немесе үлкен төсек жапқыш құрауға өте ыңғайлы құрақ. Ол үшін дәл осылай көп қылдырып 4 бұрышты құрап алып, кейін осы 4 бөлшекті бір-біріне өзара қосып, содан кейін барып осылай құрасаңыздар, өте оңай және оңтайлы болмақ. Осылай бірін-біріне құрастырғанда, міне 2 бөлшектің ортасынан тағы бір осындай жұлдызша шығатын болады. Қараңыздар, қандай керемет. Сонымен достар, менің жасап жатқан жұмысым ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп, алдағы әдемі видеоларын жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып, өз достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі видеоларымда кездескенше.